Сәлем достар, бүгін біз Қожа Ахмет Яссауимен танысатын боламыз. Ол кім, ол не деген сұраққа бүгін біз жауап беретін боламыз. Қожа Ахмет Яссауиді қысқаша нұсқа қылып айтып беретін боламыз. Қожа Ахмет Яссауидің туған күні шамамен 1093 жылы, кейбір деректерде 1100 жылы дүниеге келген деп жатады. Туған жері Түркістан облысы Сайран ауданы. Қызметі ақын, тәлсапшы. Тәлсапшы не екенін білетіндер болса, комментарийға жазып кетсін. Әкесі Ибрахим, анасы Қарашаш болған. Қожа Ахмет Яссауи қайтыс болған күні 1166 жылы. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен шығармасы Диуани Мехмед алғаш рет 1878 жылы жеке кітап болып басылып шығарылған. Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қаласында жерленген. Қожа Ахмет Яссауи әз-Риет сұлтан атанып кеткен. Басым 14 ғасырдың аяғында атақты Әмір Темір күмбезді орнатылған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сол қабірінің үстінде орнатылған. Осындай қысқа нұсқа деректер сізге пайдалы болса, осы каналға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алда тағы да қызықты видеолар шығады.